қаладағы денсаулық сақтау саласы туралы айтсақ, мұндағы негізгі міндет инфрақұрылымды дамыту және қызмет көрсету сапасын арттыру. Алматыда емханалар мен ауруханалар әбден ескірген. Тұрғын үйлер салған кезде әлеуметтік нысандар дұрыс жоспарланбайды, ал бұл алдымен тұрғындардың өміріне теріс әсер етеді. Яғни тұрғындарға көрсетілетін қызметтің қолжетімді болуына, жедел жәрдемнің дер кезінде көмекке келуіне кедергі келтіреді. Әкімдік жаңа медициналық нысандарды салып, жаңғырту жұмысын жүргізу үшін тиісті жоспарды әзірлеу керек. Бұл шаралар ана мен бала өлімін азайтып, азаматтардың ауыр дерттен сақтауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, алғашқы дәрігерлік санитарлық көмек жүйесін дамыту қажет. Келесі жылы халықаралық деңгейдегі көпбейінді аурухана құрылысын бастау керек. Жобаны мемлекет пен бизнестің серіктестігі арқылы жүзеге асырған жөн.